Сәлем достар. Біздің каналымызға қош келдіңдер достар. Бүгін мен сендерге өзіміздің клоун көршілерімізбен таныстырғым кеп тұр. Олар клоундар отбасы. Олардың бір ұрсып жатқанын естімейсің. Сол маған қызық ше, үйлеріне бүгін айттап бармақшымын. Айттығымды алып алдым және оларды көргім кеп тұр. Олар шынымен ұрса ма, ұрыспай ма? Мен көрейінші соны. Сіздерге де қызық деп ойлаймын. Мен бұрыннан ойлайтын тұғымын ғой. Клоундар ұрса ма, ұрыспай ма? Олар өте көңілді, сыртқа шықса адамдардың несін жаңағы көңілін аулап жүреді ғой, Енді маған қызық болып жатыр. Үйлерінде қандай екен? Құттықтап кірейін. Көрші? Есіктер ашық тұр ғой, көрейінші. Мүлдем ұрса. Телевизор көріп жатқан ғой. Саламатсыздар ма көршілер? Есіктеріңіз ашық тұрғанға аша салдым. Ренжімейсіздер ма? Мен сіздердің көршілеріңізбін ғой. Танисыздар ғой, көшеде көрсек амандасамыз. Сол сіздерді айтпен құттықтап келген едім. Рахмет, неге әуре болдыңыз? Үйде ішім пысып кетті. Айттық шай ішейік деп. Рахмет ағай, қалайсыздар? Жақсысыздар ма жалпы? Сіздердің үйлеріңізде күшті, көңілді екен ғой, кәдімгідей көңілді атмосфера. Біз екеуміз билеп жатқанбыз ғой, мына телевизор көріп жатқан жаңа. Оқтаумен билейтіндеріңіз қызы. Бірақ сіздер клоунсыздар ғой. Сіздер кез келген затпен ойнап, Сол айттап келгем ғой, шай ішкім келіп сіздерден. Иә, қазір шай қойып қойдым. Рахмет үлкен. Шай қоя салшы бар, шай жаса сосын. Ойбай, мен қызбын ба? Жасасай. Өзіңізде не жаңалық? Жақсы, анандай. Мен не контент түсіріп жүргем ғой. Көңілді, жаңағы ұрыспайтын, бақытты отбасы туралы контент түсіріп жүреді. Мүлдем ұрыспаймыз, бір-бірімізді сыйлаймыз. Айтпақшылай сыйлайтындарыңыз көрініп тұр. Анау, сіз не айтсаңыз да жүгіріп кетеді екен, көзбен ақ түсініседі екенсіздер. Мен уже келмей жатып, 5 минут өтпей жатып, сіздердің сондай бір көңілді отбасы, бір-бірлеріңізді айтқызбай түсінетіндеріңізді. Сіздер ұрысып жатқан жоқсыздар қазір, Жоқ, жай айтып жатырық қой бір-бірімізге. Айтқызға бермей болса, тез өсек тыңдамақшысың ба, бар, тез жаса шайды. Мен не деп жатыр, сыбырласып жатсыздар ма? Жоқ, сөйлесіп жатыр. Жұрттық адам жұмсағаннан басқа пайдасы жоқ. Күнде үй шай жасаймын, үй жинаймын. Не айтып жатсыздар? Екеуіңіз сыбырласып, сіздердің қастарыңызда еріп жүретін бір кішкентай балдарыңыз бар сияқты. Ол қазір садикте шақырам, садиктен келген ғой, достармен ойнап жүр да. София! Қызым! Білмеймін, достар. Клоундар бақытты деп ойлайтын едім. Или мен мүмкін шатасып жатқан шығармын, Сәл 5-10 минут көрейін, қандай отбасы екен, көрейін. Қыз қазір жылмайды, тыныш отыршы. Жатқа қалмаш, ана папаң жатқа қалдырып кетті, сен жатқа қалдырмай, әдем қыз болып отыршы, түсіндің ба? Жылай бермей, кәмпит деп жүріп ал. Мама, күлкеді ол кім? Күлкенеке. Қызыңыз өте ақылды екен. Біздің үйге де кешке айттап келіңіздер, айт шай беремін. Фасылсай, анақтан тамақты ыстып алып, бұрсақты істеп отыр. Фасылсай, ыстып көрсең неға? Қазір. Бар тез жасашы бар. Шайды әкелері жасай ма сонда? Бауырсақ пісіріп жатырмын дедім, жаңа? Мен көмектесейін ба? Жоқ, мен өзім жасаймын күніге. Бізде папасы болса, ленчик тәттілік істейді береді. Мен осындайлар істейді. Рас па? Кеше мынау сынып қапты. Өзің істей салған ғой. Шкафты ма? Тез неға шай жаса, біз әңгімелесіп отырайық. Сондай ма?
Анау сыртта басқаша көрінесіздер негізі сіздер ана сыртта адамдардың көңілін көтеріп бір басқаша көрінесіздер. Сонда үйдегі ауыр жұмыстың бәрін сіз жасайсыз ба? Иә, біз солай, клоундар өзі солай болады, апай. Қызым, отыра бермей барып, әкеңе көмектес. Не ол? Сіз көмектескеніңіз дұрыс болады. Ол күніге жасайды, күніге. Қызым даже әкесі жоқта бауырсақты өзі ашты, өзі істейді. Инчикті өзі жасайды. Сіз не істейсіз? Мен сол осындай жұмыстар істеп жүремін үйде. Өзі турап келді. Ой, құдай жаным, қандай ақылды қыз мынау, Сұлтанды шеш, жүре бермей. Шайыңыз дайын ба уже? Күшті, бауырсағыңыз қайда? Күшті екен, не? Ойбай, менде елестетіп атырында үйдегі отағасын үстіп жұмсасам. Чак, өзіңіз пісірдіңіз ба? Иә, бұл чипсы еді. Иә. Шайды қоюлап тұрып. Жейік. Не? Жоқ, өздеріңіз жей беріңіз, сіздерге әп келдім ғой. Біз бұндай тәттілер жейміз. Біз тек латиялы сондайлар жейміз. Қызым да бұндай тәттілерді ұнатпайды. Оны кәпитті анда-санда жеп тұрады да енді. Мен қызым, қиялып келіңіз кән. Құрта кетті қызым кел. Ала бұл. Сіздің балдарыңызға жесін деп, иә. Өзіме. Иә, жеңіз. Құдай жаным, атын кім сенің? Енді үйде қалмапты да. Тәттілер біз сәттілер жемейміз мынау сізге енді. Жоқ, мен іштенке алдым. Жоқ, өз әкегемді өзіме бергеніңіз қалай кетті? Жоқ, іштенке бермей ақ қойыңыз. Болсай, баусағым, пісті ма, тез. Біз мияқта отырмыз сені күтіп. Иә. Мен кейде ғана жасаймын. Арсылдатып не істеп жатыр күйеуіңіз? Біз инстаграм түсіріп алайық қазір қызым екеуміз. Иә, инстаграм қазір. Сізде түсірсе бола ма инстаграмға? Мені ма? Иә. Иә, түсіріңіз. Не деп айтам? Сәлем, достар. Бүгін біз айтып тойлап отырмыз. Міне мұнда менің көршім келді. Нан прям өзіңіз пісірдіңіз ба? Менің бауырсағымнан күшті ғой, сіздің бауырсағыңыз. Иә, біз қызымыз екеуміз, әкесі, және біздің үйге көршіміз келді қонаққа айтып тойлап. Иә, сәлем. Достар, міне біз көршімізбен айтып тойлап отырмыз. Мен міне дастархан жасадым, осындай бауырсақ пісірдім, алманы турадым, жүгіріп бар магазиннен осы тәттілерді әкелдім. Мынау менің көршім, мынау менің, жігітім. Бұл үйдің бәрі шаруасын істеп қойды, ал мен бауырсақ чак-чактарды істедім. Мынау менің қызым. Достар. Отырып Көзбе-көз алдап тұр ғой, кәдімгідей. Бауырсақ пісірдім дей ма еще? Отыра бермей тез полды жушы. Мұна мен қазір сторис түсіру керек. Мен қарап бұл шаң болып жатыр. Тез бар. Бол. Иә, әңгіме айта беріңіз. Сіз сонда сториске сөйтіп саласыз ба, бауырсақ пісірдім деп? Иә. Міне достар, мен полды жуайын деп жатырмын. Қазір жуамын. Біз әзірше көршімен бірге осы мен жасаған бауырсақ чак-чактарды жеп отырамыз. Әңгімелесіп. Жақсылап сүрте бер, біз оға дейін әңгімелесе берейік. Әңгіме айта беріңіз. Келіңіз көрші әңгімелесіп отырайық. Иә. Әңгіме айтыңыз. Қолайсыз уақытта келген сияқтымын сіздерге. Мен жылжи берейін, рахмет, бауырсағыңыз дәмді. Жоқ, отырыңыз. Сөйлескен жоқпыз біз әлі. Сәл отырсам үйіңіздің полын жуып шаң сүріп кететін сияқтымын ғой. Мен айтпақшы 42-ші пәтердегі көрші шақырып еді, сол үйге барып айттай салайын, сау болыңыз. Жоқ, отырыңыз, отырсаңызшы сәл. Жоқ, сөйлесейік та. Не сөйлесеміз, тура төбемізден
пол жуып жүрген біртүрлі екен. Қазақта бар еді жаңағы үйге қонақ келсе сыпырғы ұстама деген. онда апара салшы болды. Жоқ, ондай мағынада айтқан жоқпын, ренжімеңіз. Жуа берсін, жұмысынан қалмасын, иә. Мен де қалмайын, жалпы көрдім, көрістік. Жоқ, сөйлесейік. Аман екенсіздер, араласып тұрайық. Мен қарсы беттегі есіктегі көршілеріңіз боламын. Бізге келіңіздер, айттап. Сөйлесейік та трендтер түсірейік қазір. Сториске. Мен видеоға түсуге жоқ едім негізі. Мен жаман, камера қосылса ұялып қалам ше. Сөйлей алмай тұтығып кетемін ғой. Мені түсірмей ақ қойыңыз, иә? Содан әңгіме. Иә, көршіңіз жақсы, аман. Жатсын, жайлы ғой. Қалды. Не тағы? Ол сенімен сөйлесуге келген жоқ қой, әйелі ғой. Бар ыдысың жуылды ана жақта, ана стральныйдың болғанына 2 сағат болды ғой, бұл тез жайт киімді. Үйге сәл адам келсе осы ғой, демағайын десем жуап, демалдырмайсың. Көрші қайда кеттіңіз? Отырсаңызшы. Бауырсағыңыз дәмді Ол болыпты. қазір киімдерді жайып, ана ыдыстарды жуады. Сіз отыра бермей, ана есіктерді сүртіп, шаңдарды сүртіп, пол жуа берсеңіз. Мен кешке тікелей эфирге кіретін едім. Осы бөліне әдейі болып тұрсын. Мен ба? Иә. Біз баяғыда Сонда сіз не істейсіз? Біз баяғыда ауылда бір-біріміздің үйімізге жүгіріп, барып көмектесіп, қолымызды жуып, шаңымызды сүртіп келетін едік. Бір-бірімізге көмектесіп көршілер болып. Сіз де сол есікті сүртсеңіз. Мен ба? Иә, мен қазір кешке тікелей эфирге кіремін да. Соған. Мен бірінші рет келген қонақ сияқтымын негізі. Достармен қайтамын деймін. Ойбай, айтпақшы, мен есімнен шығып кетіпті ғой. Газға сүт қойып кеткен, бесікте балам ұйықтап жатқан. Жай мен шай ішем деп ойлаған жоқпын. Жай сіздерді құттықтап кіршайын дегенмін ғой. Рахмет. Дәмді болыпты. Рахмет, сау болыңыз, иә. Бізге де кеп тұрыңыздар. Келмесеңіздер тіпті жақсы. Келмей-ақ та қойыңыздар. Ойбай, тоба. Жоқ, рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Достар, көршілеріміз қандай, мен клоундар көршілеріміз күшті шығар деп ойлайтын ем. Көшеде елдің бәрінің көңілін көтеріп жүргенде мен клоундар семьясы күшті деп ойлаушы ем. Масқара, өзімнің семьяма ештеңке жетпейді екен. Өзімнің семьям аман болсын. Қой құрсын.